Баршаларыңызға сәлем. Желіде Каз ММА. Бүгінгі алғашқы тақырыбымызды Шавкат Рахмонов жайлы, оның кішігірім өмірбаяны, UFC-ге келгені жайлы және де ең қауіпті қарсыластары жайлы айтатын боламыз. Арнаға жазылды. Біздің жұмысымызға лайк басып, әрі қарай бізбен болуыңызды сұраймыз. Тек қана ММА жайлы, тек қазақша контент. Шавкат Рахмонов 1994 жылы Өзбекстан елінде дүниеге келген. 18 жасына дейін сол елдің азаматы болып, әрі қарай өз тарихи туған еліне оралды. Шавкат үйленген, екі баланың әкесі қазіргі таңда Қарағанды қаласында тұрады. Көкшетау қаласында оның тренері болғандықтан, сол елде өзінің кезекті жекпе-жектеріне дайындалады. Шавкат М1 Global'дан шыққан жауынгер. Сол промоушнда 2014 жылдан 2020 жылдың басына дейін сол организацияда өзінің кәсіпқой рекордын жаңартып отқан. UFC-де алғашқы жекпе-жегін атышулы Оливейрамен өткізіп, оны әрине гильотин әдісімен қылғындырып жеңіске жетеді. Қазіргі таңда Шавкат рекорды 13-0. UFC-дің бостары оған үлкен үміт арттыруда. All you fighters in Kazakhstan, keep training, baby. We're out here on Fight Island. We'll see you soon. Дана Уайт браттың осы Шавкатқа деген артқан үміті мол. Және оның ең қауіпті қарсыластары жайлы бір-екі сөз айта кетейік. Хорхе Масвидаль. Американо-кубалық жауынгер Хорхе Масвидаль 77 келі салмағында ең қауіпті қарсыластардың қатарында. Ол өзінің ұзын карьерасында көше төбелестерімен 10 шақты промоушндарда өнер көрсеткен. Рекорды 49-14. Шавкаттың тәжірибелі қарсыласы осы. Егер де осы жекпе-жек экрандарыңызға дейін жететін болса, және де Шавкат жеңіске жетсе, тарихи сәтке куә болуыңыз әбден мүмкін. Колби Ковингтон. Номер 2-ші топта орналасқан американдық жауынгер 2012 жылдан бері кәсіпқой деңгейде өнер көрсетіп келеді. American Top Team тобының экс-мүшесі. Жоғарыда айтып өткен Хорхе Масвидаль American Top Team командасының мүшесі. Жалпы American Top Team жауынгерлердің зауыты десек әбден болады. Колбидің рекорды 18-2 және де оның 3-і техникалық нокаут пен 5-і әртүрлі сабмишндармен жеңіске жеткен. Шавкаттың қасында Колбидің рекорды әлде қайда жай естіледі. Шавкат 7 нокаут, 6 әртүрлі сабмишндармен жер соққызған. Егер де осы жекпе-жек дүниеге келіп Колби мен Шавкаттың ивенті болатын болса, қазақтарды терлету Колбидің қолынан келетін жауынгер. Ол әрине әлі жай арман ғой. Шавкат Колбимен жекпе-жекке өткізу үшін ол кем дегенде топ 10-ға кіру керек. Камару Усман. Достар, Камарудин Усман нигериялық жауынгер, қазіргі таңда 77 келі салмағының құдайы чемпионы. Және Шавкаттың ең қауіпті қарсыласы десек, адаспай айтқаным шығар. The Ultimate Fighter шоуының жеңімпазы. 2019 жылдан 3 наурыздан бері UFC-дің жартылай орта салмағының чемпионы. Рекорды 17-1. Оның рекордында Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс, экс-чемпион Тайрон Вудли, Рафаэль Дос Аньос, Колби Ковингтон есімдердің танымал алпауыт жауынгерлер бар. Дәл осы чемпионмен бір күн емес бір күн Шавкат жерлесіміз кездесуі ол уақыттың қолындағы керемет бір сәт. Мінеки ММА сүйер қауым, біздің алғашқы бейнебаянымыз жерлесіміз Шавкат Рахмонов жайлы сізге бейнеледік. Ұнаған болса, әрине лайк басып, арнаға жазылып, арнаның сыйлы мүшесі болуыңызды қалаймыз. Және де келіспейтін, келісетін бір қызықты ақпараттарыңыз болса, астына пікір қалдырып жаза кетіңіздер. Осымен қоштаспайық достар, алғашқы видео алда және өте қызықты жаңалықтар көп. Келесі бейнелерде жүздескенше сау, саламат болайық.